Міне балалар, летний лагерьге қош келдіңдер, қане кіре беріңдер. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе? Балалар, летний лагерьге қош келдіңдер. Енді сендер 3 ай бойы осы жерде боласыңдар. Және де сіздерге арналған енді қызықты шаралар, іс-шаралар болып жатады. Сендерге қызықты болады деп ойлаймын. Иә, қош келдіңдер. Сендер енді бірінші шарт бойынша осы қорапшаның ішіне телефондарын салыңдар. Қане телефондарыңды жинаңдар. Жақсы, мама. Мама? Иә, бұл менің мамам. Мәссаған, мен каждый жыл осы жерге тегін кірем. Күшті. Қане телефонды жинаңдар деймін. Телефондарын тек кешке аласыңдар. Звондауға. Жарайды. Балалар, мен сендерге үйді таныстырайын. Балалар, мына бөлме қонақ бөлмесі, яғни бұл жерде телевизор деген сияқты заттар болады. Балалар, мына жерде билеуге арналған, және мына жерде қалаған затты алып жесе болады. Мына бөлме ванна, ар жағында қыздардың бөлмесі бар. Біз екінші этажға келдік, ар жағында қызық нәрсе бар, жүріңдер көрсетем. Мінекей, бұл жерде бассейн және ойнауға арналған заттар бар. Мына бөлме болса кухня, мына жерде таласпай ойнауға арналған үйшік. Мына бөлме тамақ ішетін бөлме. Мына болса ұлдардың бөлмесі. Мына бөлме болса ойын бөлмесі. Мына жерде өздерің қалаған заттармен айналысасыңдар. Мінекей балалар, сендерге үй ұнады деп ойлаймын. Ендеше қазір сендердің қарындарың ашып қалған шығар. Сол үшін қазір кухняда сендер шақырам, жүре ма? Жарайды, апай. Қызық сияқты, иә? Иә, маған ұнады. Мен бұл жерде жыл сайын боламын, сол үшін мен бұл жерде жаттап алғанмын. Мен саған рахат қой. Ал мен болсам бірінші рет лагерьге келіп тұрмын. Біз де келіп тұрмыз бірінші рет. Мен екінші рет келіп тұрмын. Керемет. Келіңдер балалар шайға. Ал тамақтан алып отырыңдар. Балалар, енді тамақтанып болсаңдар, енді өздерінің бөлмелеріне барып отырыңдар. О, балалар, біздің бөлмеміз күшті. Иә, сендер қай төсекке жатасыңдар? Мен мына терезе жақта төсекке жатамын. Мейлі, мен мына жаққа жатамын, ең соңғы шетіндегі төсекке. Ал мен ортасындағы төсекке жатамын. Жақсы, онда бәріміз келістік. Иә, енді компьютер көруге бола ма? Оны сұрау керек та дейді. Мен барып сұрап келейін. Сұрап келдім, айтады, тек қана кешке таман ғана болады деді. Үйті ол телефон көріп жатқан кезде. Болмайды ғой. Қайсы қосса болмайды, иә? Иә, ана тоғыны не істеп қойған ғой. Онда барып, не істейміз, бір жерге ішіміз кетті уже. Ана ойнайтын жақтара барып келейік, жігіттер. Жарайды. Айтпақшы, есімдерің кім? Менің есімім Диас. Есімім Арман. Ал менің есімім Бақытжан. Жарайды, болды. Жүріңдер. Ой, ана жерде қоталта дейді ғой. Мәссаған, енді біз жібере ме екен? Білмеймін. Әй, балалар, не алып жүрсіңдер? Барыңдар, кіріңдер палаталарыңа. Не болды, ұлдар? Іштерің пісіп кетті ма? Иә, ішіміз пісіп кетті. Жүріңдер, онда бізді кіргізетін шығар. Кім мамасына сұрап көреді? Жүріңдер. Мама, ана жаққа кірсе бола ма? Иә, болады, кіріңдер. Жақсы, рахмет. Мына жерде не істеймін? О, батутқа секірем. Біз болсақ баскетбол ойнаймыз. Балалар, киімдеріңді ауыстырыңдар. Күн ысыды, түс болды. Енді сендер бассейнге түсесіңдер.
Ура! Жарайды апай. Жақсы болды ғой. Балалар, сендер киімдерін ауыстырыңдар, енді барып бассейнге түсеріңдер болады. Ура! Бізді де күтсеңдерші. Вау, өте рахат екен, иә? Иә, мен бірақ каждый жыл осы бассейнге түсем ғой, уже үйреніп қалғанмын. Мен де. Балалар, болды, шығатын уақыт болды, шығыңдар. Біз азақ ойнадық па? Ұзақ болды ғой, шығыңдар деді. Мамам, шығамыз, жүріңдер. Өзі мамасының айтқанын тыңдап қапты, иә? Сол ғой, өтіріктен. Балалар, мен кім айтырмын, болыңдар деймін. Балалар, киімдерін ауыстырып болсаңдар, тамақтанатын уақыт болды. Ой, сен ұлдармен бірге отыр қапсың ғой? Бізбен дос емессің ба не сонда? Өзім білем ғой, кіммен дос болсам да. Сендерден сұрайын ба? Просто сендермен дос болғым келмейді. Ой, болмасаң болмай қойшы. Саған кім айтты бізбен дос бол деп? Өзің біл, бізге бәрібір. Бұның жанына отырмай қойшы. Иә. Ей, менің қызыма не деп отырсыңдар сендер, а? Сөйлемеңдер менің қызыма. Өзі біледі кіммен дос болса да. Мамасын айтып қапты ғой. Мамасының қызы. Балалар, қазір сендерге обедтеріңді береді, қазір күте тұрыңдар. Жігіттер үш пісіп кетті. Иә. Может, асыға барып кішкене ойнай тұрамыз. Жүріңдер. Мынаны бүйтіп тігеді, иә? Иә, осылай тігесің. Қыздар, мен де сендермен бірге тігейінші? Жоқ, болмайды бар. Неге болмайды? Себебі сен біздің досымыз емессің. Ой, болыпты онда. Бәле ғой те. Сонымен қоса мақтаншақ, мен осы жерде каждый жыл боламын деп қояды ғой. Бізде де ата-анамыздың ақшасы жетеді, бай біздің ата-анамыз. Иә, біз де каждый жыл бара аламыз. Просто енді кеп тұрық қой. Айнұр, ал, сен екі қызын тәрбиелеші. Неге? Не болып қалды? Екі қыз менің қызыма тиісіп жүр. Жарайды, онда сөйлесіп көремін. Иә, сөйлесіп көр. Менің қызым да бөлтектеп жүр. Менің қызымды алшақтатып жүр, екеуі дос болып алған. Еще тиіседі оған. Жарайды, онда сөйлесемін. Жақсы, өзіңе табыстадым. Қыздар, сәлем қыздар. Не істеп отырсыңдар? Біз тігіп отырмыз. Жақсы, әдемі шығып жатыр. Қыздар, сендер біресе сұрайын деп едім. Иә, сұрай беріңіз, абай. Сендер неге перизатты бөлектетіп жүрсіңдер? Енді өзі ғой, мақтанады көп. Иә, сосын бізге өзі басында дос болған жоқ қой. Сендер енді сол үшін оны қоспай жүрсіңдер ма? Иә. Жарайды, онда мен оны өзіммен сөйлесіп көрем, мақтанбайтын болады көп, жарай ма? Жарайды, апай. Енді біз онымен бәрібір дос болуға уже желаниеміз жоқ. Енді көресіңдер ғой өздерін. Бірақ жалғыз алып қалмасын. Менің ішіңке істегім келмей қалды. Давай бір жерге барып ойнаймыз. Иә, ұлдарға барып ойнайық, давай. Давай, жүр. Ұлдар, не істеп отырсыңдар? Жай сөйлесіп отырмыз әңгіме. Мен де сендермен сөйлесейінші. Саған не жоқ, қыздармен барып сөйлессе бізбен емес. Бұл ұлдарда жігітше әңгіме. Ой, әшейін отырамын да. Ішіңке істемеймін ғой сен шаман, тістеп алмаймын ғой. Отырасың ба, отыра бер, бірақ бізге мешіт етпе. Бар, ана жаққа барып отыршы. Сен мазақтап отырсың ба? Мазақтап отырсам сендер қалай тыңдаймын? Әйтеуір бізге мешіт етпеші, пожалуйста. Жарайды, тып-тыныш отырам әшейін. Ал неге қыздармен дос емессің? Өздері мені қоспайды. Ұлдар, не істеп отырсыңдар? Сөйлесіп отырмыз. Ой, мынау қайттан келген ба? Енді ұлдарға жабысатын бопты ғой. Сол ғой. Қандай жиіркенішті. Жүрші, мына жақтан кетейік. Жүр. Немене? Өздерің жиіркеніштісіңдер, кетіңдерші бар. Енді осы қызбен бір бөлмеде жатамыз ба? Тико. Сол ғой, вообще жатым кеп тұрған жоқ.
Мен оған жаңа жатқым келмейді. Мына ең шетінде төсекке жатсайыншы. Осы жаққа мен жатамын, сенің ортасынан жат. Оның жанына жатқым келмейді. Ешкімнің жанына жатқысы келмейді оны. Қыздар, мына сендерге ойыншықтар, іштерің піспашсын. Жақсы болды ғой, әкеңіз. Рахмет үлкен. Жақсы, іштерің піспасын. Кешке қызық болады. Қандай қызық? Білмеймін. Не алып келген? Мынандай көрші, мынау не? Жасты алып келіпті, да екен. Және де мынау карта екен. Давай онда ұлдарды шақырып карта ойнаймыз. Давай. Бірақ мен карта ойнай білмеймін. Онда үйретеміз сені. Онда мен барып ұлдарды шақырып келейін. Қоя салайын. Келді. Не болды, қыздар, бізді шақырыпсыңдар? Не болды, қыздар? Мына не алып келген? Сен не алып келдің? Мен өзім білетін шығар, менің бөлмем ғой бұл. Сенің ғана бөлмең емес. Ортақ бөлме. Не болды, қыздар, неге шақырдыңдар, айтсаңдаршы? Сендерді карта ойнау үшін шақырғанбыз ғой. Ойнайсыңдар ма? Ішіміз пісіп кетті, ойнайық, давайте. Картаны кім берді? Жаңа апай келіп беріп кетті, ішіміз піспас үшін. Сендердің бөлмелеріңе де апарып қойған шығар бір нәрселер. Жарайды, давайте карта ойнайық. Ойнай аласыңдар ма өзі? Мен ойнай аламын, кішкентай кезімде үйреткен маған. Мен ойнай алмаймын, бірақ маған үйретемін деді ғой. Жарайды, давайте ойнайық онда. Мына стульге бәріміз сыймаймыз ғой. Басқа стул алдыртайық или басқа жерге барып ойнайық. Давайте. Жүріңдер онда, жігіттер, қыздар. Ойнауды бастайық. Олар осылай карта ойнайды, және карта ойнағандары өте қызықты болады. Ойын қызықты болғаны соншалық тіпті кеш болғанды байқамай қалады. Сондаршы, балалар уже кеш болып кетіпті ғой. Қазір апайдан телефон сұрайық та. Жақсы болды ғой. Карта ойнап біттік. Әкеңді картаны жинайық. Конечно, мен ұнатамын ғой всегда. Құтты болсын, енді мен бірінші рет ойнап тұрмын ғой. Давайте все. Қыздарына сендерге өзіміз апара салайық, өзіміздің бөлмемізге. Жарайды, онда бізге бәрібір ғой. Балалар, апай келетір. Балалар, менің телефондарын алыңдар. Әкел. Сенікі. Әкел қорапты. Көп көруге болмайды. Уақыттарында тиімді пайдаланыңдар. Телефонды салып кеттім ғой. Менде. Балалар, телефондарды уже ұзақ көріңдер. Енді қазір тамақ ішесіңдер, және де сосын барып ұйықтайсыңдар. Себебі уже кеш болып кетті. Енді телефон барлықтарын звондап үлгеріңдер деп ойлаймын. Енді телефон жинаңдар. Мен телефонды бергім келіп тұрған жоқ. Қазір ғана телефон алған сияқты едік, уже 1 сағат өтіп кетті ма? Қане, салыңдар телефондарыңды. Балалар, бар, тамақ ішіңдер. Сосын ұйықтайсыңдар. Сағат онда ұйықтаймыз, тым ерте емес па? Жоқ, тым ерте емес, нормально. Жүр. Сен қай төсекке жататын болдың? Мен мына төсекке жатам. Мен жатайын деп едім. Мен ақы жата берем. Қайырлы түн, оны давай. Қайырлы түн. Мына ұйқы бастар уже ұйықтап қалған ба? Жігіттер, біз қай төсек орнына жатамыз деп келісіп едік қой? Иә. Мен ұмытып қалдым қай жерде жату керектігін. Мен ақы жата берем. Мен ақы жатам. Мен ақы жата берем. Давайте, жігіттер, қайырлы түн.